балалар? Сәлеметсіздер. Бүгінгі ашық тәрбие сағатымызды ашық деп жариялауға рұқсат етіңіздер. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы, ашық тәрбие сағатымыздың тақырыбы тәуелсіздік жетістіктері, яғни тәуелсіздік желісі деген тақырып аясында болмақ. Балалар, бүгінгі сабағымыздың мақсаты сіздерге тәуелсіздік, теңдік, бодандық деген сөздердің ұғымын кеңінен түсіндіру, яғни сіздерге ой салу, осы тәуелсіздіктің қалай келгенін, 30 жыл тәуелсіздікке қалай қол жеткізгенімізді және жетістіктер мен жемісін баяндау болып табылады. Сабағымыздың ой шақыруы, яғни ой түркі ретінде мен сіздерге мынандай сұрақ қоймақшымын. Бірінші сұрағым, тәуелсіз деген сөздің мағынасын қалай түсінеміз? Тәуелсіз деген сөздің мағынасы менің ойымша ешкімге тәуелді болмай, өзіміздің еркімізбен өмір сүру. Өте жақсы. Бодандық деген сөздің мағынасын қалай түсінеміз? Каусар? Бодандық дегеніміз ешкімге тәуелсіз болмай. Мысалы біздің Қазақстанда тұрып жатқан еліміз тәуелсіз емес, біз өзіміздің еркімізбен істейміз. Тәуелсіз емеспіз, тәуелсіз мемлекет. Дегенмен тәуелсіз мемлекетте, ал тәуелсіз емес, өзім айтып тұрғандай, тәуелсіз емес мемлекетте басқа бір елдің бодандығында не істейді екен? Жүреді екен, иә? Жақсы. Ал теңдік деген мағынаны қалай түсінеміз? Теңдік. Математикадан өтеміз, теңдік дегеніміз не ол? Яғни басқа елдермен дұрыс айтасың дейді ма? Басқа елдермен тереземіз тең түрде істеп жатырмыз. Өмір енді балалар, қысқаша тарихқа көз жүгіртетін болсақ, біздің осы тәуелсіз 30 жылымызда жеткен жетістіктерімізге қысқаша тоқталып өтейік. Бірінші, біз халқым менің, соған берем ойымнан алтын кенін. Ол бар болса мен барман, қор болмаймын, қымбатырақ алтыннан нәркім менің. Ал екінші бақытым тілім менің, тас жүректі тілім мен тілім дедім. Кейде дүниеде түңілсем де, қасиетті тілімнен түңілмедім. Бақытым бар үшінші отан егер, кім мықты десе біреу отан ерім. 30 жыл мен жауады жан басында, ойланбай кетті ал. Үш бірдей бақытым бар алақанда, мені мұндай бақытты қылып жаратама. 3 күн нұрын төгеді аспанынан, Атырау, Алтай, Арқа, Алатауға. Сіз 30 жыл туыңды биік ұстады. Көтерді халық уақыттың қатал қыспағын. Көшікті бастап бақытты болашағына, жасай бер жасар тәуелсіз Қазақстан. Келесі кезекті Арсен мен Мансұрға берейік. Тәуелсіздік тартуы бол тәңірдің, тәуелсіздік маңдайдағы бағым бол, тәуелсіздік сыбағасы халқым, тәуелсіздік таймайтұғын тағым бол. Тәуелсіздік бабам берген аманат, тәуелсіздік келешектің кепілі, тәуелсіздік жүрмін сені бағалап, тәуелсіздік өткен күнін бол. 30 жыл азаттық, өзімізді қарапсыздан босаттық. Ақтадық біз ата-баба үмітін, қолда қазір көкті менен бостандық. Бабам бұнда арманы, осы еді ғой аңсаған, тәуелсіздік қандай бақ береді басқаға.
бұл халқымыз әрқашан кетпесін, туған жерді көрсін. Жарайсың. Балалар, бүгінгі сабағымыз Қазақстан Республикасының тәуелсіздігінің 30 жылдық мерейтойына арналды. Қазақстан 30 жылдың ішінде қандай жетістіктерге жетті, қандай жемісті еңбек етті, қай жерлерде, қандай сайыстарда орын алды, соның барлығын осы бүгінгі сабағымызда саптап саралап өттік. Олай болса, бүгінгі сабағымызды